Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Міне тағы да тойда отырмыз. Мына жерде еліміздің белгілі азаматы, қазақ тілі қоғамының төрағасы Адамжанов Хамбек Жұманұлы, міне ұстазымыз біздің. Ал қаке аға, өзіңіз енді бір пікіріңізді білдіріп жеріңіз енді. Бүгінгі тойға қатысты өз ойыңызды айтып жеріңізші. Мына той міне таң-тамаша өтіп жатыр. Тойдың болғаннан боладысы қызық дегенде, осы тойдың басы қасында алғашқы күндерден бастап жүрген едік. Ел болып, жер болып, әсіресе міне мал бағып отырған демеушілерге үлкен алғысымды айтам. Әуелі солардың қолдауымен осы басталған іс. Міне жүлде қоры да айтарлықтай керемет жүйрік аттар кеп жатыр. Осы айналымның бойына қазір көкпар міне жарысы өтіп жатыр. Үшінші орын үшін бұл көкпар сайысы Ақшиман ауылы мен Жалтыр ауылының арасында өтіп жатыр. Бұлар үшінші орынға таласады көкпаршылар. Ал одан кейін финалға шыққан екі команда Саты мен Малайсары арасында қызықты көкпар болғалы тұр қазір. Осыдан кейін сосын бәйге болады. Бәйгенің екі түрі болады: аламан, тоқ бәйге. Тоқ бәйге 20, аламан 30 шақырымға жүгіреді аттар. Міне осындай Шахан Мусин туралы айта кететін болсақ, бұл Шахан 19 жасында адамның бетіне тік қарап, елдің басында қайғы қасіретін наркомға хат деген өлеңінде жайып салған. Сол өлеңнің жаңағы сол кезде кесірінен түрме арқалап кетсе, одан кейін міне сол өлеңнің шапағатын көріп жатыр дейміз бе. Осындай ұлықтап, өзінің туған елімен, туған жермен ақын бабамыз қайтадан қауышуда. Май елі, Шахан елі атануға шақ тұр. Айтулы тұлға Шахан Мусиннің 110 жылдығы. Той құтты болсын Саят. Рахмет. Берекелі күндер жалғаса берсін осылай. Рахмет аға сізге. Тойдан тойға ұласа берсін. Тойымыз көп болсын. Осындай тойлар бітпесін. Қазақ тілі, жаңағы мәдениетіміз, дәстүріміз, дініміз, діліміз өз деңгейіне жетсін. Әзірге тіл енді өз орын ала алмай тұр, өкінішке орай. Менің ойым. Енді сол бәрі жетсін. Міне Хамбек ағамыз, ұстазым. Той құтты болсын. Шахан Мусин атамыздың 110 жылдығы құтты болсын бәріміз, қазақ елі. Құтты болсын.